Өңірлік даму министрі Болат Шәмішев Жаңаөзен қаласындағы бірқатар нысандарды аралап көрді. Шаһар жұртшылығын ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған жалғыз су тазарту станциясында болды. Мұнда Астархан Маңғышлақ су құбырымен келетін еділ суы тұщытылады. Қазір қос су тазарту қондырғысының бірі істен шыққан, ал жалғыз қондырғы тәулігіне 18 мың текше метр суды ғана тұщыта алады. Сондықтан халық саны күннен күнге көбейіп отырған қалаға жаңа су тұщыту қондырғысы мен су сақтайтын қазандық ауадай қажет дейді коммуналдық шаруашылық өкілдері. Аймақтағы ауыз су мәселесін шешуге шамамен 2 миллиард теңгеден астам қаржы керек. Министр аймаққа сапар барысында былтыр ашылған бизнес-инкубатор орталығының жұмысымен де танысты. Орталықта бизнесін енді бастаған кәсіпкерлерге кеңестер беріліп, қолдау көрсетіледі. Қазір мұнда 44 кәсіпкер шаштараз, тігін шеберханасы сияқты жеке кәсіптерін ашқан. Орталыққа кәсіпкерлермен қатар сауда-саттықпен айналысушылардың да орналасқанын көрген министр бұл жағдайды сынға алды. Здесь вот бизнес-инкубаторе сделали больше, чем Бизнес-инкубатор орталығы жай ғана кеңсені жалға алу орнына айналмауы тиіс. Бұл өз ісін бастағысы келетін кәсіпкерлерге барынша қолдау көрсететін жер. Ал мұнда көптеген бизнесмендер ғимарат ақысының арзандығына ғана қызығатын сияқты. Мен түрлі зат сатып тұрған бірнеше дүкенді көрдім. Орталық алып сатарларға емес, өнім өндіретін және халыққа қызмет көрсететін кәсіпкерлерге арналған. Өңірдегі сапарын қорытындылаған Болат Шәмішев жедел шешуді талап ететін мәселелер бойынша жиын өткізді. Министр Ақбұлақ бағдарламасын іске асыру бойынша бекітілген жоспарларды әзірлеп ұсынуды, сонымен қатар аймақ кәсіпкерлерін бизнестің жол картасы бағдарламасына тарту ісін жандандыруды тапсырды.